Ой, Бибігат апай, қалай саламатсыз? Тандыңыз ба мені? Жоқ. Мен ғой Қалыбаев. Қалыбаев ғалымжан, шәкіртіңіз ғой. Сіз бізге қазақ тілі әдебиеттен берген жоқсыз ба сабақ? Қалыбаев. Қалыбаев, қалайсыз? Жақсы Қалайсыз апай, жақсыз ба? Денсаулығыңыз жақсы ба? Ай, апай, сізді көремін деп ойламаппын. Мен де Баяғыда есіңізде ма? Әй, Қалыбаев, сен адам болмайсың. Сен адам болмайсың. Сен адам болсаң, мына мұрнымды кесіп берейін деп талай айтып ғой. Содан адам болмай қалдым ғой мен. Гаишник болып кеттім ғой мен содан. Иә, өзің бұзық едің, тәртіпсіз едің, сосын айтатынмын ғой. Неге қызылдан өтіп кеттіңіз? Соны айналайын, байқамай қалдым. Байқамай қалдыңыз ба? Көзім де жақсы көрмейді. Онда бұлай істеңіз. Қазір байқамай қызылдан өтіп кеттім деп қағазға жазасаңыз жарай ма? Мен соны жазбай-ақ қойыңызшы. Бұл жерде камера тұр. Шәкіртім екенсің. Камера қарап тұрады апай. Бастықтарымыз көрсе ертең мен жұмыстан шығарып жібереді. Не деп жазам айналайын? Байқамай қызылдан өтіп кеттім деңіз. Болды, соны жазыңыз. Кеттім. Кеттім, екі тімен жазылады ғой, апай. Екі тімен жазсаңызшы. Кеттім. Осыны жазбай, бүгін үйіңізге қайтпайсыз. Түсіндіңіз ба? Жазыңыз. Қалай екен? Жақсы ма екен? Бір диктантты 27 рет көшірткен. Жақсы ма екен? Жазыңыз. Көзімді көрмей Жазыңыз. Мен кеше анализдердің нәтижесіне келдім. Сіздің ауруыңыздың диагнозы Сіз кешіріңіз, ертең келесіз ба? Мен ертең айтайын. Тыныштық па, не болды, айтсаңызшы? Айтуға қиын соғып тұрғаны сізге. Қалай шыдаймын енді, айтасаңызшы, не болды енді, айтсаңызшы енді. Жарайды, болды, қойыңызшы. Айтсам айтайын. Қоймадыңыз ғой. Сіздің ауруыңыздың диагнозы Астренхандрен, жоқ, Астренхандрен, нахрен. Айтуға айта алмайды, барыңызшы, кетіңізші. Ертең айтамын, жаттап алайын. Барыңызшы бай. Адам айтқан тыңдамайсыздар. Астренхандрен, нахрен дұрыс. Ай, кемпір! Кемпір! не? Ана мал қораның есігі жаптың ба? Жаптым. Мейлі. Ұйықтаңдар онда. Кемпір! Кемпір! Не болды? Сиыр қораның есігін жаптыңдар ба? Жаптым дедім ғой. Жауып жатыңдар. Ашық қалмасы жауып жатыңдар. Кемпір! Кемпір! Ой, не болып қалды? Үйдің есігін жаптыңдар ма? Ойбай, жаптым, жақсы еді. Болды. Ұйықта. Кемпір! Кемпір! Ойбай, не болып қалды, не? Не жабылмай қалды мұна үйді? Ойбай, бәрі жабылып, тек қана сенің аузың жабылмай жатыр. Аузыңды жауып жатса жабсын. Болды. Не болды? Не болды? Ештеңе болған жоқ? Түрің бір түрлі болып тұр ғой. Костюм шешші? Шешпеймін, қойшы, айналайын. Теспеш маған. Басымды қалтырмаңға ше. Онсыз да шарадай басым шақшылай болып жүргенде. Саған жақсы жаңалығым бар? Тағы да дүние алайын деп отырсың ба үйге? Ой, қойшы қайдағын айтпай, құрсын дүниенің бәрін алып болдық қой. Мазам болмай жүрген соң. Бар, көріне салайыншы деп барғам дәрігерге. Сөйтсем, аяғым ауыр екен. Қайсы аяғың? Жаным ау, түсінбей отырсың ба, біз жақында перзентті боламыз. Мен жүкті болып қаппын. Сен ме ма? Иә. Немені білесіңдер, бәрі шеттеріңнен жүкті болып атама күн бересіңдер ма, бермейсіңдер ма? Құдайға не жаздым? Алың өз бір басына сұрайын өшігімді. Ойбай, жаным. Көке? Болмайтын аяқ. Кесеміз амал жоқ. Кескенбес. Кескене басқа амал жоқ па? Енді бізде қазір жаңа технологиялар кеп жатыр. Аппараттар кеп жатыр. Kesemiz, аяқ жалғаймыз. Ha? Ya?
Бірақ бір әйелдің аяғы бар, бірақ сіз еркексіз ғой, әйелдің аяғы болмайды ғой сіз. Болады, соны сал. Соны сал, шалбардың ішінде кім көреді оны? Ол соны салыңдар болды. Болды. Ассалаумағалейкум көке. Алейкум. Қалайсыз көке? Жағдайыңыз қалай, жақсы ма? Шүкір. Аяқ қалай аяқ? Аяқ болмады. Айттым ғой сізге, әйел адамның аяғы болмайды. Ой, әйел адам болғанда да мынауың жезөкше әйелі ме? Бірдеңе ғой мынау. Үйге бара жатсам саунаға кетіп қалам, үйге барсам саунаға бұрылып кете береді. Үйге әлі барған жоқпын. Жүрмі, пенсиямның бәрі саунаға кетті. Ауыстыр мұнаны. Опо. Не болды? Сізге екі жаңалығым бар. Біреуі өте жақсы, біреуі өте жаман. Қайсысынан бастайын? Жаманнан бастаңызшы. Жаманнан. Жақсылық болсын. Мына сіздің ауруыңызбен әлі бұл күнге дейін ешкім ауырмаған. Сіз бірінші адамсыз ауырып тұрған. Вакцинасы да жоқ бізде. Сол себептен өте өкінішті. Айтпақшы, жақсы жаңалық бар деген едіңіз ғой? Иә. Жақсы жаңалық бар, өте жақсы жаңалық бар. Бұл ауруды сіздің атыңызбен атайтын болдық. Звезда болатын болдыңыз. Ауру жұлдыз ауру боласыз. Көрдіңіз ба? Мен сізге бір суретке түсіп алайыншы қазір. Желпен жұлдызға көріп атсаңыз. Көріңіз. Софи, көріңіз кән. Мына жерге автомобиль қойып беріңізші. Қол қойып беріңізші. Иә, мына жерге. Албаста! Тал түске дейін жата бересің ба, тұрмайсың ба? Тұрмайм. Қандай көргенсізден тәрбие алдың, а? Ұяты жоқ, ұятсыз. Сен сияқты тоқалдарға қазақта мынандай мақал бар. Кеше келген тоқалдар шөмеш алып қоқаңдар деген. Ал бәйбіше туралы да мынадай мақал бар. Тоқал тоқты жейді, бәйбіше боқты жейді. Оңбаған десе мынау тегі күйдірді ғой мені? Хей! Не болып қалды? Сен бізге мынаны айтшы. Қайсымыз жақсы көресің? Ой, Құдай-ай, аяғымды шешіңдерші, үйге кіріп отырып әңгімелесейік. Кірмейсің. Бірінші жауап бересің, сосын кіресің. Бірінші әйелім сен болғасын, бірінші сені жақсы көрем. Екінші әйелім сен болғасын, екінші сені жақсы көрем. Дұрыс па? Дұрыс. Шешші аяғымды үйге кірейін. Тоқтай тұр. Өзім шешем. Ой, оңбағандар, еріккендер. Көрдің ба? Естің ба? Бірінші, мені жақсы көрем. Ал сен оның аяғын шешіп жатқанда, ол маған не дегенін білесің бе? Не деді? Деді. Ах, оңбаған. Берген көрсетеміз. Болмайды, жалмайтыңыз бе? Алейкум ассалам. Қалайсыңдар? Бүгін кеш жібер жұмыстан. Бұл жігіт кім болды? Бұл жігіт біздің Анаркаға көптен бері сөз салып жүрген жігіт екен. Солай ма? Бәрекелді, жақсы. Ал, әке шешең бар ма? Қайда тұрасың? Немен айналысасың? Не жұмыс істеп жатсың? Деген сияқты стандартный сұрақтар ғой. Иә, шүкір, әке шешем бар, пәтер жалдап тұрып отырмыз. Енді әзірге өзім студент маған. Мен қазір жастарға түсінбеймін осы. Қазір деген алдымен жұмысын реттеп алу керек адам. Табыс табу керек, үй салу керек бірінші. Сіз кешіріңіз. Мен бірден басын ашып айтқанды жақсы көремін, мен сондай адаммын. Мен қызымды сізге бере алмаймын. Оның үстіне бұл өзі сондай жақсы жігіт екен. Өзі арақ ішпейді екен, иә. Солай ма? Темекі тартпайды екен. Қыз келіншектерге көз салмайды екен. Сондай ма екен? Өзі намаз оқиды екен. Иә. Жақсы жігіт екен ғой? Сондай жақсы жігіт. Ой, енді жақсы жігітке бір жақсылап тамақ әзірлемейсіңдер ма? Ет салмайсыңдар ма? Дайын, тамақтайын. Анарка, сен маған көмектесе ғой, қазір саламыз әкелеміз. Анарка өз қолыңмен сала ғой, өз қолыңмен. Жүріңіз, айналайын. Жүріңіз. Не ойға? Сізді папа десең бола ма? Немене? Папа десең бола ма? Сүмелек, папаң үйіңде?
түсіндің ба? Сен ба темекі шекпейтін, арақ ішпейтін, қыздарға бармайтын, сен ба? Жақсы болыпты біздің қатынға. Көршіні маған үлгі етеді деген сені үлгі қылады десе, күйеу балаңа қара. Күйеу балаңнан үйрен, темекі шекпей деген, арақ ішпей деген намаз оқитын деп, мына тамағыңды ішіп ал да. Жоғал үйден. Түсіндің ба? Екінші рет келетін болсаң, аяғыңды сындырамын. Түсіндің ба? Отағасы, қолдарыңды жудыңдар ма? Күліп отыр, иә, күл деймін саған. Иә, күл деймін саған. Жөндеп күле. Білдірмей отыр.